Пістенің пайдасы мен зиянын білесіз бе? Пісте адам ағзасына қалай әсер етеді? Жүрек қан тамыр жүйесін реттейді. Бар жоғы 50 грамм пісте ағзаға керек Е дәруменінің күндік қажеттілігін өтейді. Магнийге өте бай. Егер күніне 100 грамм мөлшерінде пайдалансаңыз, тек атеросклероз бен миокард инфарктісінде алдын аласыз. Пісте асқазандағы қыжылды басады, жастық пен сұлулықты сақтайды. Күнбағыс дәрумендерге бай. Құрамында А, Е, Д, Б дәрумендері бар. Сол үшін косметологияда жиі пайдаланады. Қартаюдың алдын алады, көру қабілетіне, тері, шаш пен тырнаққа жақсы әсер етеді. Безеуді жою көмегі де зор. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Пісте жүйке жүйесін тыныштандырып, депрессиядан, ұйқысыздықтан құтқарады. Темекіге деген тәуелділікті азайтады. Қуаттылығы: 100 грамм пістеде 600 килокалория. 300 грамм пісте шағуды жиі қайталау адамның семіруіне себеп болады. Пістенің зияны қандай? Кез келген өнімнің пайдалы жағымен қатар зиянды жағы болады. Мысалы, пістені асқазан жарасы, энтероколит, өт жолы ауыратын, подагра сынды сырқаты бар адамдар үшін тұтынуға болмайды. Ал сіз пістені жиі тұтынасыз ба? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.